Ғасырдан жұмбақ ашқан талай кісі, сырың мол мұра ғажап арайлысың, сан ұрпақ сусындаған кітапхана, сарқылмас парасаттың сарайы деп Ақұштап Бақтыгереева жырлағандай, кітап сүйер қауымның құлағынан бастау алып, оқырмандарына қызмет ете бастаған кітапхана бүгінде ғасырға жуық тарихы бар білімнің, елімізді, егемендігімізді танытатын рухани орта. Қасиетті қазынамызды көзіміздің қарашығындай сақтап, насихаттап, ел игілігіне жаратып жүрген кітапханашылар ең қажет, абыройлы мамандық иелері. Кітапханашылар ілім, ғылым, өнер мен мәдениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосып, өркениетті елге айналуымыздың негізін қалауда. Осы орайда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының кітапханалар қауымдастығының президенті, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының ұйымдастырушысы және біріншісі бас директоры болған Бердіғалиева Роза Аманғалиқызына 75 жыл толып отыр. Роза Аманғалиқызы Бердіғалиева 1945 жылы 5 мамырда Астрахан облысы Володар ауданында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Ол 33 жасында Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің ұлттық және республикалық мекемелерін басқарды. Қазақстан Республикасының кітапханалар қауымдастығының президенті, Қазақстан кітапхана қоғамының әлемге белгілі көшбасшысы бола білді. Еңбек жолын 1967 жылы бастаған Роза Аманғалиқызы 1976-1984 жылдары мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасының негізін қалаушысы және бірінші директоры болды. 1987-2003 жылдары Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының бас директоры, 2003-2009 жылдары Нұр-Сұлтан қаласындағы ұлттық академиялық кітапханасының бас директоры және тағы басқа басшылық қызметтерді атқарды. Кітапхана саласының майталма маманы Роза Аманғалиқызы өз ісінің асқан маманы еді. Ол 40 жылдан астам ғұмырын кітапхана ісін дамытуға арнады. Республика кітапханаларының әлемдік кітапханалық кеңістікте танылуына жол ашты. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасын 16 жыл басқарды. Қасиетті қазынамызды көзіміздің қарашығындай сақтап, насихаттап, ел игілігіне жаратып, ең қажет, абыройлы мамандық иесі бола білген Роза Аманғалиқызы мәңгілік жадымызда. Роза Аманғалиқызының жоғарғы адамгершілік және кәсіби қасиеттері, өнегелі өмірі бүгінгі және болашақ кітапханашылар үшін үлгі болып қала береді.